Бірінші наурыз алғыс айту күні. Кімге алғыс айтасыз? Алғысын патшамызға алғыс айтамыз. Патшамыз кім? Қасым-Жомарт Тоқаев. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Халық аман болсын, халық аман болса бәріміз аман боламыз. Біріншіден өзімнің жанұяма, қасымдағы жолдасыма, өзімнің коллективіме алғыс айтамын, өзімнің ата-анама, отбасыма, ата-анама осы дүниеге әкеп, осы өмірдің жарығын сыйлағанына, ешкімнен кем қылмай тәрбиелерін беріп, өсіріп жеткізгендеріне алғыс айтарым. осы уақытқа шейін бізді жеткізген анамызға алғыс айтамыз. Өмірге әкелгеніне, бақыттығанына, оқуға түсіргеніне соларға алғыс айтамын. Ну, в первую очередь я хочу сказать спасибо своим родителям. Конечно же, замечательной стране, в которой я родилась, это образование, которое мне дало. И все Бутаразу. Ата-анама? Ну, үкіметке, наверное. Үкіметке? Енді акиматтарға сөйтіп жұмыс істеп жатырып, айлық беріп жатқанымызге. Біріншіден патшамызға алғысымызды айтамыз, осындай тыныштығымызды ұстап, бейбітшілігімізді ұстап тұрғанға. Сосын барлық өзім ағайын туысқан бауырларыма, құда жерліктеріме. Отбасыма осы өмірге әкеліп, ешкімнен кем қылдырмай өсіргеніне рахмет. Алғыс айтатын адам көп қой. Халқыма айтамын, алғысым шексіз. Осындай президентімізге дүниеде осындай жақсы өмір сүріп жатқанымызға аспанымыз ашық, әйтеуір соғыс болмасын, еліміз тыныш болсын деп ойлаймын.